бәріміз дайын. Осылай антиклоп 5 литрлік ыдысқа дайындадық. Енді квартираны дәрлегенде басты мәселе диван. Ол диванда көбейеді. Киімді дәрлемейміз. Киімде жүрмейді олар. Киіммен ілесіп келуі мүмкін, бірақ киімде көбеймейді. Ол диванда көбейеді. Өйткені адам ұйықтаған кезде шығады да, ол үй сол жерде қалады. Сол үшін осы диванды жақсылап дәрлейміз. Бұл квартираны екінші рет дәрлейін деп жатырмыз. Сол үшін қандалап етіп жүрмейді бұ да. Өйткені үлкендері бірінші обработкада өліп қалады. Кішкентайларын ғана көруіміз мүмкін. Үлкенде бар екен. Ішінен жыртық жерлерден осылай кіріп алатын. Қай жаққа қашып кеткен. Осындай дивандар өте опасный деп жатыр. Қуыс-қуысына кіріп алады да, сол жақтан шығады. Плакат антиклоп, иісі жоқ бұның. Еш нәрсені бүлдірмейді. Біздің ыдысымыз 5 литр. Осы диванды толық дәрлеу. Осылай жатқыз қойымыз, сонда алар қарай сұйық қандала кірген жаққа кіру керек. Құйып жатырмыз, бәрі кетіп жатыр. Қай жағына көп кететін, қай жағына шығатын. Басы регулировка жасалынады. Біздің бұндай видеоларымыз бар негізі YouTube каналда. Сонда да адамдар таба алмай атады. Диван басқаша болып қалса түсінбей қалады. Диванның қосылған жерлері. Осы диван басында қалай құрастырылды. Сондай жерлерге, ық жерлерге, көлеңкі жерлерге. Бір-біріне қосылған жерлерге отырады осындай жерлерге. Адам көрінбейді. Мына жерде үстінде отырған соң, мына жерде болмауы мүмкін. Мындай астында болады, тігісінде болады. Осыған толықтай қойып шығамыз. Адам осы көбейіп кеткенше адамдар отыра береді. Сосын адам бағасын сұрайды. Сосын интернеттен түрлі дәрілерді оқиды. Сөйтеді, соларды диванға шаша салады, басқа жерді қалдырып қоя салады. Диванның әсері, жаңағы сіз пайдаланған дәрінің әсері жақсы болуы мүмкін. Сіз оны дұрыс араластырмауыңыз мүмкін, егер әсер етпей жатса. Және бір жерді дәрілеп, басқа жерді дәрілемеуіңіз мүмкін. Сол кезде ол әсер етпейді. Бір-екеуі өліп, қайта шыға беретін себебі сол. Сосын дезинфекция маманы шақырғаныңыз дұрыс негізі. Өйткені өзіңіз дәрілеусін маман болмасаңыз, дәріні дұрыс дәрілегенде де соңына үшін дәрілемейді. Осыны дәрілеп жүруге адамдардың жүйкелері жетпейді, шыдамайды. Өздері дәріні заказ беріп кетірген адамдар бар. Кетіріп жатқандар да бар. Егер ауылыңызға маман бармайтын болса, маманмен келісемейтін болсаңыз, дезинфекция маманмен, амал жоқ, өзіңіз дәрлеуге тура келеді. Ал маман баратын жер қалада, орталықта тұрсаңыз, лучше дезинфекция маманы шақырып дәрлеуіңіз. Және дәрлеуден кейін міндетті түрде 1 сутка үйден кету керек. Сол 1 суткадан үйге кетесіз, болды. Ертесіне 1 тәуліктен кейін үйге кіріп өмір сүре бересіз. Диван, кілем және қабырға не перде толық дәрілену керек. Көрпе төсекте де көбейе бермейді.